Армысыздар, құрметті көрермен, Хабар 24 арнасының эфирінде бастау керек бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арайызбай. Бүгінде әлемдік инновациялардың 40% жасыл экономикаға негізделген. Ал оның 50% энергия үнемдеу бағытына тиесілі екен. Ал осы энергия сиымдылық, яғни қарапайым тілмен айтқанда, энергия ысырапы бойынша Қазақстан өкінішке орай 8-ші орында. Сол себепті елбасы бұл тығырықтан шығу үшін өз жолдауында 2 жол көрсетті. Біріншісі бұл баламалы энергия көздері, екіншісі тұрмыстық қатты қалдықтарды заманауи утилизациялау. Оның артықшылықтары неде? Баламалы энергия табиғи ресурстарға деген сұранысты төмендете ме? Осы және өзге де сұрақтарға студиямызға келген қонақтар жауап беретін болады. Ал құрметті меймандар, хабарымызға ең әуелі қош келдіңіздер дейміз. Және де әңгімемізді бастамас бұрын шағын ғана кіріспе экранға назар аударайық. Мамандардың мәліметінше Қазақстанда жылына 5 миллион тонна тұрмыстық қатты қалдықтар өндіріледі. Былтырғы жылы үкімет бұл көлемнің 9%-ын кәдеге жаратып, ішіндегі біраз бөлігін жойған еді. Алайда республика бойынша экологиялық талаптар мен санитарлық нормаларға сай келетін полигондар үлесі небәрі 16%-ды құрайды. Бірақ жасыл экономикаға өту концепциясына сәйкес 2030 жылға дейін өңделетін тұрмыстық қалдықтар көлемі 40%-ға жетуі тиіс. Оған қоса полигондардың 95%-ы санитарлық нормаларға сай болмақ. Ал өндірістік қалдықтарға келетін болсақ, 2017 жылы 30,9% өңделген. Десекте кәсіпорындардың зиянды заттарды ауа мен жерге төгу көлемі әлі де 3,3 миллион тоннаны құрап отыр. Бәрекелді. Бүгінде әлем бойынша өндірілетін электр энергиясының 1/4 бөлігі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі екен. Бұл көрсеткіш түрлі ғалымдардың пікірінше 2050 жылы 80%-ға дейін жетпек екен. Осы орайда алғаш сұрақ Абай мырза өзіңізге. Жалпы Қазақстанның әлеуеті қандай? Алысқа бармай-ақ, өткен жылы Қазақстан қандай көлемде жасыл энергия өндірді? 2017 жылдың қорытындысы бойынша елімізде 1,1 миллиард киловатт сағат құрайтын жасыл энергиясы өндірілді. Ол 2016 жылмен салыстырғанда 18%-ға ұлғайғанын көрсетті. Қазіргі таңда елімізде қуаты 356 мегаватт, 55 объектілер жұмыс жасап отыр. Десек те осы жасыл экономика деген баламалы энергия көздерімен шектелмейді ғой, дұрыс қой? Әрине. Жасыл экономика деген кезде біріншіден бұл қазіргі бар табиғи ресурстарымызды үнемдеп, сақтап, келешек ұрпаққа қалдыру. Екіншіден бұл баламалы энергия, жел, су, күн энергия көздерін дамыту. Одан кейін үшіншісі бұл қоршаған ортамызға зиянды барынша азайту. Төртіншіден жалпы былай алып қарағанда ауыл шаруашылық өнімдері болсын, басқа да өнімдеріміздің тазалығы, яғни адамның қоректенетін өнімінің таза болуы деп қарастыруға болады жасыл экономиканы. Жауабыңызға рахмет. Осы жасыл экономиканы дамыту концепциясын қабылдауға атсалысқан бірден-бір ұйым, сіздердің коалицияларыңыз, бұл не құжат және ол қандай мақсат тұтады? Жасыл экономика концепциясы өз негізінен 7 бағытты қамтиды. Біріншіден бұл қоқыстарды қолдану, қатты қалдықтарды азайту мәселесі. Екіншіден бұл су ресурстары. Үшіншіден бұл энергия тиімділік. Төртіншіден ауыл шаруашылығы деген сияқты осындай бағыттарды қамтиды. Көбінесе оңтүстікте күн энергия көздерін пайдалану бойынша үлкен проекттер. Солтүстігімізде Ерейментауды алып қарайтын болсақ, бұл жерде жел энергиясын пайдалану бойынша үлкен объектілер іске қосылып жатыр ғой бүгінгі таңда. Бірақ жасыл экономика концепциясын алып қараған кезде бұл тек қана үлкен жобаларды алып қарамау керек. Кішігірім халық арасында насихат жұмыстарын жүргізіп, біріншіден қарапайым ауыл тұрғындары осы жасыл технологияларды қолданып, өз үлестерін қосатын болса жасыл экономиканың дамуына. Осы кезде міне жасыл экономиканың концепциясы бірден-бір іске қосылды, жұмыс істеп жатыр деп айтуға мүмкіндік бар. Енді Полатбек мырза, осы жалпы заң жобасының концепциясы туралы толығырақ айтып беріңізші. Біз елдің бәрін аралап, халықтың жағдайын көріп, жаңартылған энергия көздерін дамыту үшін кейбір өзгерістер мен ұсыныс жасадық. Соған 21 ұсынысын өзгерту жөнінде 21 жақында үлкен ел қайраткерлеріменен, депутаттарменен үлкен жиын өткіздірдік. Сонда талқылап, бізді министрліктерінде келді, бәрі қолдады. Енді қазір өкіметке ұсынып отырмыз. Мұның бәрі оңайшылықтан келіп отқан заң емес, ұсыныс емес. Елдің жағдайларын көріп, 5% субсидия. Оның өзіне алудың қанша документ құжаттар тұрлау керек. Қанша оған жүгіру керек. Бюрократтардан өту керек.
сөйтіп жүргенде ана шаруашылық зардап шегіп банкротқа кетіп қалып жатыр. Вот Германияда айтайық, 100% жаңағы светтің балама энергиясын беріп, соны субсидировать етіп жатыр. Ал біз 5%-ін алуды, біз ол 5% емес, біз ұлғайтуды ұсынып отырмыз. Сөзіңіз аузыңызда. Қосып кететін мәселе, ағамызды қолдаймын, дұрыс айтып жатыр, жаңа шаруа қожалықтары, фермерлер дейміз, соларды біріншіден қолдау керек. Мысалы, бір жоба ретінде айтатын болсам, Батыс Қазақстан облысында бір шаруа қожалығы бар, таулы аймақта жаңағындай мал өсірумен айналысады екен. Сол жаңағы электр қуатын тарту үшін жергілікті билік органдарына ұсыныс түсірген кезде, яғни санап берді, оған 100 миллионға жуық жаңағындай столбысы бар, жаңағы сымын тарту, сондай қаражат керек екен. Бірақ жаңағындай басқа да институттар, жаңағы қаржылық институттар, даму болсын, жаңағы агрофинанс дейміз, басқа да институттар оны қарастырады бір жағынан. Сондай институттың біреуіне жаңағындай ұсыныс білдірген кезде оны қолдады, яғни ол 8 миллион теңгеге, 100 миллионның орнына 8 миллион теңгеге жаңағы күн жел энергиясын комбинированный дейміз, жаңағы сондай қондырғы қойып, бүгінгі таңда ісін дөңгелетіп жатыр. Керемет аға, пікіріңізге рахмет. Қосымша айтып кете салайын. Жаңа айттыңыздар ғой, шалғай ауданда, яғни электрмен қамтылмаған жерлерде біз баламалы энергетиканы егер қондыратын болсақ, қуаты 5 киловаттқа дейін, оларға біз мемлекеттік субсидия береміз 50%. Жаңа айтқан сөзің керемет. Жаңа 50% субсидияны береміз деп. Ал соны енді субсидияны алу үшін қанша қағаз дайындайды? Ол ақырында қағазын жоғалады. Оған енді қайтып ол қағазды ала алмай, кабинеттеріне қайтып кіре алмай, соны субсидияны ала алмай жүрген қанша адамдар бар. Яғни оңтайландыру жолдарын қарастыру керек. Бізде яғни ол бұрыннан келе жатқан не ғой, қазір енді сонымен біз жұмыс жасап жатырмыз. Яғни әкімшілік барьерлер дейді ғой, кедергілер, оларды төмендету керекпіз. Ол біздің қазіргі негізгі міндеттеріміздің бірі, ол бойынша енді жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Енді бұрынғыға қарағанда қазір біршама құжаттарды қысқартып жатырмыз, бірақ doing бизнес несі бойынша, көрсеткіші бойынша, бағдарламасы бойынша біз одан әрі оны қысқартатын боламыз. Түсінікті, пікірлеріңізге рахмет. Жалпы өкілетті органдарға сіздің әсіресе айтқан мәселеңіз бойынша алтын сырға деп айтқым келеді. Дегенмен де келесі сұрақ Асхат мырза өзіңізге болатын. Осы Қазақстан 2050 стратегиялық жоспары бойынша осы жасыл экономикаға өту үшін жалпы ішкі өнімнің 2% инвестицияланады деген болатын. Осы бойынша қаржы бар, мақсат, міндет бар. Енді қалғаны халықтың санасын жасылдандыру, ол үшін не істелініп жатыр? Халықтың санасын жасылдандыру үшін бүгінгі таңда біріншіден бұл насихат жұмыстары ең біріншіден. Ағаның айтып жатқан жаңағы теплицасы деп жатырмыз, жылыжай. Жылыжай ауылдық жерлерде қандай? Мысалы, адамда жұмыс жоқ біріншіден деп айталық. Жұмыссыз адам өзіне кішігірім жылыжайды қойып, өз ісін дөңгелететін болса, шағын бизнесті, бұл біріншіден өзінің жанұясына кірісін көбейтеді, табыс болады, нанын табады, яғни екіншіден бұл мемлекетке де көмектеседі. Себебі сатқан неғұрлым көп өнім шығаратын болсақ, соғұрлым оның бағасы төмендейді ғой. Дұрыс. Бұл да жасыл экономика. Сол сияқты барлық жаңағы аудан орталықтарында халықпен жұмыс жасау керек, қарапайым халыққа түсіндіру керек. Жалпы бұл мәселеге пікірлеріңіз қандай, апай мырза? Әсіресе насихат бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Насихат бойынша бізде біршама бірлестіктер бар. Солар арқылы ары қарай халықтарға жеткіземіз. Бірақ мейлінше қазіргі темппен қарағанда олар нақты іске асып жатқан жоқ. Бірақ осындай сатылы негізбен мүмкін болашақта бүкіл халықпен бірлесіп бұндайға қол жеткіземіз деп ойлаймын. Мысалы, тағы бір айтып кететін жағдай, барлығымызға мәлім, мына Астанадағы бүгінгі таңдағы проблемалардың бірі, мәселелердің бірі ауаның ластануы. Оны мына қарапайым халықтар барлығы айтып жатыр, Мысалы, далаға шығам, таңертеңгілік кеше түнде жоқ сияқты еді, бүгін таңертең мынау ауаның сезіліп тұрады. Адамға тыныс алуына, смог, тыныс алуына қиын. Яғни осы мәселе бойынша да біз бүгінде жұмыс жасап жатырмыз әкімдікпен бірге. Яғни бұл бір жағынан ғана алып қарастыруға болмайды бұны. Өзі қаланың жаңағы инфраструктурасын алып қарайтын болсақ, бірнеше көздері бар ғой, жаңағы смогты жасайтын. Ол жаңағы жылжымайтын ТЭЦ-тар дейміз, өнеркәсіп дейміз, басқа да айтамыз. Екіншіден бұл транспортталуға болады. Үшіншіден жаңағы жеке үйлерді айтамыз. Осының барлығын алып қарайтын болсақ, осы мәселелерді шешетін болсақ, халықтың, яғни жасыл экономикаға, басқа да экологияға көзқарасы өзгереді. Дұрыс айтасыз. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Bir жағадан бас шығару керек. Бір жеңнен қол шығару. Сәл қосымша бір айтып кетейін. Енді мынау ауылдарға барсаңыздар, кейбір жерлерде 100 үй бар, кейбірде 150 үйлер бар.
бұларға жеткен мына жарық баяғы одақтан келе жатқан столбылар. Сым темірлер жалғанма, қатты жел болған, қатты жаңағы не болған кезде анау шіріп, или болмаса үзіліп жатады. Содан бір апта, 2 апта елде свет болмай жатады. Сол себепті сол ауылдың әкімдері ұйымдастырып, сол жерде елден бір бизнеспен шығарып, мына беріп жатқан субсидияны пайдаланып, сол жерге ветровой желдің көрігін пайдаланып, сол жерге ешкімге жарыққа жаңа не болмай, тәуелді болмай, сол жерден істеп алуға болады. Жауаптарыңызға рахмет. Бағдарламаның арнайы тілшісі баламалы энергия көздері туралы шағын материал дайындаған болатын. Ендеше экранға назар аударайық. Елорда маңында орналасқан Арнасай жасыл технологиялар орталығы коммуналдық төлемдер бойынша жылына 1,5 миллион теңге үнемдейді. Мұның сыры өзін-өзі энергиямен қамтуда. Ал жылыжай кешені отандық инноваторлардың өнертабыстарын сынақтан өткізетін демо алаң қызметін атқарып отыр. Бұл жерде біздің отандық 35 ғалымдар және қол өнертапқыштардың осы жердегі технологиялары негізі жиналған, топталған. Мұны осы жерде біз осы жаңалықтардың бәрін іске қосып, негізі ауылдағы қандай кіші кәсіпорынды дамытуға мүмкіншілік бар екенін көрсетіп отырмыз. Бұдан бөлек екінші қабатта қонақ үй мен оқу бөлмелері орналасқан. Жасыл технология мен бағбандықты игерем деген 7500-ге жуық қазақстандық 7 облыста ашылған осындай орталықтардан тәжірибе жинаған. Бәрекелді, бұл жасыл экономика саласына біздің мамандар бірсыпыра төселіп қалған екен. Абай мырза, мынадай сұрақ. Осы 2030 жылға дейін елбасы осы баламалы энергия үлесін 30%-ке жеткізу керек деді. Бұл тапсырманы орындау үшін не істелініп жатыр? Бұл тапсырманы орындау үшін ең бастысы бізде осы баламалы энергетиканы қолдайтын заң бар. 2009 жылдан бері келе жатқан. Сол бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Одан бөлек біз отын энергетикалық кешенді дамытудың 30 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекіттік. Сол бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Одан бөлек біз осы жаңартылатын энергия көздерін біріншіден еліміздің әлеуетіне осы ресурстар бойынша, екіншіден еліміздің инфрақұрылымына сәйкес жоспар қабылдадық 20 жылға дейінгі. Ол бойынша 2020 жылға дейін біз шамамен қуаты 2 гигаватт болатын 50-ден астам жобаларды іске асыру керекпіз. Бұл жерден де 30 жылға дейін баламалы энергетиканы 30%-ға жеткізу дегеніміз қазіргі таңда егер тек қана жаңартылатын энергия көздерін емес, жалпы баламалы энергетиканы алатын болсақ, қазір бізде үлесі 12% болып есептеледі. 30 жылға дейін тек қана баламалы энергетиканы ғана дамытпаймыз. Біз бұдан бөлек жаңартылатын энергетика, оның ішіне үлкен су электростанциялары кіреді. Мүмкін қазір енді зерделеніп жатыр ғой, мүмкін болашақта атом энергиясы да іске қосылып қалар. Жалпы осы бағыттармен осы нысаналы көрсеткішке жетеміз деген ойдамыз. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Жалпы айтпауға болмайтын тағы мәселе бар ғой. Біз кешірсек те халық кешірмейді. Бұл экспо. Соған байланысты енді осы біздің ауа райымызға ерекшеліктеріне қанша жоба сай келді? Жалпы айтатын болсақ, экспо көрмесінен кейін біздің министрлікте үлкен жұмыс тобы құрылды. Жалпы 47 маманнан тұратын жұмыс тобы 105 шетелдік және 28 отандық осы экспо көрмесінің соңы бойынша технологияларды анықтады. Олардың негізгісі осы баламалы энергетика технологиялары, сумен жабдықтау, суды тазарту, энергия үнемдеу және де ақылды желілер осы бағыттарға негізделді. Жалпы әкімдіктер, жергілікті атқарушы органдары осы технологиялардың ішінде 90-ын өздері іске асырамыз деп міндеттерін алды. Осы биыл оның 4-еуі іске асырылатын болады. Ал үлкен мұнай-газ, металлургия компаниялары, ұлттық компаниялар 18 технологияны өздері іске асырамыз деп алды. И осы жылы оның 2-еуі іске асатын болады. Бәрекелді, жауаптарыңызға рахмет. Жалпы ертеңгі ұрпағымызды жер ана асырасын десек, оған қамқорлықты көрсетуді бүгіннен бастау керек. Бұған келісесіздер ғой. Құрметті меймандар, бізге уақыт тауып келіп, бізбен сұхбаттасып, сұрақтарымызға жауап бергендеріңізге мың алғыс. Ал қадірменді көрермен, шешімін таппай жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе мемлекеттен қолдау іздеп жүрсеңіз, бізге хабарласыңыздар. Барлық сауалдарыңызды біздің электрондық поштамыз не әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жіберулеріңізге болады. Келесі аптада қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.